Жас Продакшн ұсынады. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы. Олар жайлы айтылмайтын биік мінбеден, өйткен олар ақиқатпен шындық сөздің жебесі. Қарапайымдылық кез келген азамат үшін ұлы қасиет. Хакім болу шарт емес, азамат болу парыздық дейді халық даналығы. Біздің кейіпкеріміз Леспек Сәрсенбекұлы Амаловты осындай азаматтар қатарынан көреміз. Лекең 1958 жылы Тараз қаласында дүние есігін ашты. Артынша әкесі Сәрсенбек отбасымен Жамбыл ауданы Крупская колхозындағы ағайындар арасына қоныс аударды. Леспектің балалық балғын шағы сол ауылда өтті. Мектеп табалдырығын сонда аттады. Анасы Сәрсенкүл мен әжесі Тұмаркүллердің тәрбиесінде болды. Біздің әкеміз ерте кеткен, 1962 жылы қайтыс болған екен. Сол кезде анамыз 26-27 жасар екен. Біз енді екі бала, бір қыз қалдық. Шешемнің енесі болды, Тұмаркүл әже деген. Ол кісі жаңалыққа екендегі, осыларды оқытсам екен, осыларды жеткізсем екен деген ниетте болды. Мен өз басым шынын айтқан уақытта жетімнің тағдыры қандай болады екен, жесір әйелдің тағдыры қандай болатынын бәрін басымнан кештім бәрін төгіліп. Енді қиыншылық көрдім, болмаса бір жоқшылық көрдім деп айта алмаймын, екі ананың арқасында. Бірақ қиыншылықты сездім. Әрине ол кезеңінің өзіндік қиындықтары да бар еді. Алайда қос ана Леспектің әкесінің жоқтығын білдірмеді, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірді, жеткізді. 10 жылдықты бітірді. Жамбыл есеп санақ техникумына оқуға түсіп, оны бітіріп шықты. Алғашқы еңбек жолында сол өзі туып өскен колхозда бухгалтерліктен бастады. Әкесінде көрдік, шешағасын, жаман емес қой. Бала жақсы болса, әкеге де ағайынға да, туысқан-туғанға да жақсы ғой, медет. Жаңағы бұл баланы көргенде бір жайдарлы сезінеміз өзімізді. Бір түрлі бір тіреуіміз бар, алдымызда бір жақсы қайнымыз бар деген сезімде болам өзім үнемі. Балаларым айтып отырам, осы ағаларынан үлгі алып отырыңдар деп. Енді біріншіден Лес бұл өте кішіпейіл, қарапайым, ашық мінезді. Және әсіресе қыз балаларды өте жақсы сыйлайтын, сондай бауырмашыл, көмегін ешкімнен аямайтын, жүрегі ашық, кең, осындай. Қай уақытта болса да көмек сұрасаң қасынан табылатын, осындай бір тамаша, жомарт ер азамат деп айта аламын. Енді елдер айтады, бұл мына туған күн болғаннан кейін мақтап жатыр деп. Жоқ. Мен Лесті тек қана туған күн емес, басқа уақыттарда мақтаймын. Өйткені ол мақтауға тұратын азамат. Мен енді осы бүгінгі таңға дейін Лестен мен ешқандай жамандық көрген емес. Қай уақытта барып, көмек сұрасаң да қол ұшын беріп, ешқандай жоқ деген сөзін естіген емеспін. Бала Леспек енді жас мектеп кезінде енді сәл бұзықтау болған ол. Бірақ, ол жерде де, ол мектепте де сол ақ көңілділігі сол бала жастан қалыптасқан ғой. Қысқа бір сөзбен айтқанда ол енді азаматтың азамат деуге болады. Оның Леспек бір жақсы жері өте еңбекшіл, өте талапшыл, іздене береді. Бухгалтер болып көшерде отырып қалдым деп не алмайды, ізденіп оқып үлкен дәрежеге жетті. Махаббат деген қасиетті күш.
Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздықтың не екенін білмей өтер еді. Махаббат бір аққу құс емес пе? Өзі де сәнді, әні де сәнді. Иә, Лекеңнің басына бақ болып қонған құсы, өзімен бірге оқыған инабатты да ибалы, сол ауыл қызы Ұлбосын еді. Бай болатын жігіттің әйелі шаруа томпаңдап дейді дана қазақ. Лекеңнің құдай қосқан қосағы Ұлбосын да осындай жан болып кездесті. Ерді құрмет тұтты. Ата-ененің топырағынан демекші, Ұлбосын келін де ененің болмысына тартып, сол үйдің қызындай болды. Қос енені қабағына қарап қадірледі, алдын кесіп өтпеді. Іш ай деспей, судай сіңді, тастай батты. 4 ұл бір қызды дүниеге әкелді. 4 атадан жалғыз боп келе жатқан Шоқан баба, Амал ата, Сәрсенбек әке, Лесбек балаға Құдай ағынан берді. Қос ананың да аңсағаны, күткені, іштей, сырттай тілегені де осы емес педі. Мен өзім 20 жасында түстім осы босағаға. Енем жаңа Лесбек үшеуміз ақ тұрдық алғаш. Тез ашуланып келгенде тез тарқап кететін жақсы сондай қасиеттері бар. Ешқандай кек сақтамайды. Мінекей 40 жыл болды отарласқанымызға. Ешкімге жаманшылық ойлайды деп айтпаймын десті. Сондай тез тарқайды. Балаларына да бір малайынан бір еш уақытта ұрсып, дауыс көтеріп көрген емес балдарына төртеуіне де. Қыздарын өз бөлікші сыйлайды. Қызы не десе соны орындап тұрады ғой. Балалардың аузынан не шығады, соны орындап тұрады айтылыр. Біз енді семья болған соң кішкене ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Арасында болады, но бірақ тез тарқап кетеді оның несі, ашуы. Қайын жұртым осы жерде. Тастанбек деген атамыз болды, Ұлбосын деген енем болды. Ол кісілер де соғысқа қатысқан атамыз. Өте жақсы кісілер еді. Олар бізді жетім бала еді, жесір деп бөлген жоқ. Өте бізді жақсы қабылдады. Жақсы келін болып, анамның да жүрегі жарылды. Әбден қуанып, ой, жағыз келін деп бетіне қарап отырдық. Жағыз келінімізде жаман болғанша жақсы болды. Соны тілеп бала шағалар болды. Одан үлкен баласы Ербатты болсаң да анамыз екеуміз қуанғанымыздан ратомның алдында жылап отырмыз ғой, екеуміз жылап отырмыз. Қасымызда кетіп бартқанымыз неғып жылап отыр деп ойлап қалғанша қуанғанымыз ғой. Мен Лесбегім ол кішкентайынан бауырмаш дейтін. Ол әжемнің тәрбиесі, анамның тәрбиесі, кішкентайынан бір нәрсе неғылса да екеуміз бөліп жетіміз. Бала шағама да көмегі, өзімізге де көмегі. Одан кейін мынау келінім Ұлбосын. Өте жақсы адам. Лесбекке айтамын десе, ой, айналайын жақсы келін тауыпсың ол. Анамның орнын басты, тура анам ретінде көремін. Оның келіндері де жақсы, 4 келін де жақсы, олар да жақсы, бауырларым да жақсы. Барсам кішкене балдарына дейін жүгіріп алдымыздан шығады. Төбем көкке жетеді сонда. Әйелдің жақсылығынан осы тілінің бәрі. Әкпен Оразкүл осы жерге тұрмысқа шықты. Мақұлбек деген жігітке. Ол кісінің үйіндегі Қабылбек құтада өте бір байсалды, сондай кісі болды. 10 баласы бар еді осының. Мынау Лесбектің қасына бір баламды қосып қоямын, жаңғырсыратпаймыз деп, Айтбек деген баласын 3-ші класста оқитын баласын жетектеп қолға біздің үйге әкеліп жатты сол бала. Сол бала осы үйде 10-ші класты бітіріп кетті. Лесбектің алдына мақсат қойған, қандай да бір қайшылықтардан жол таба білетін, адал, таза, азамат болып қалыптасуына осы қос ананың ұшан теңіз тәрбиесі болды. Кез келген ер бала үшін ананың аялы алақаны, қамқорлығы, не ішем, не жемін дегізбей еркін өсірді. Ал әкенің орны ол бөлек дүние, мәңгілік сағыныш ол. Әкемнің жоқтығын тек қана үйленгенде білдім, сездім. Үйленген уақытта, сөзге шыққан уақытта менің келіншегімнің әкесі мен шешесі шықты, менің шешем шықты. Сонда ғана менің әкем жоқ екен ғой деп. Оған шейін баршылықта шешем барлық жағдайымды мен жасады, оқытты. Барлық жерді аралап шықтым мен шешем арқасында. Москваны да қойған жоқпын, түгел барлығын. Белорусияға шейін бардым, сол ананың арқасында. Бұл баланың мамасы біздің үлкен қайнапкеміз. Үйге қыдырып келгенде біздің жағдайымыз жасап, осында келсек өзін білгенін айтып, былай орысша айтқанда идеал болатын. Бұл кісіден көп нәрсені үйреніп, көп тәрбие алдық. Енем өте жақсы кісі болған. 100-ден 1 адам одан жақсы кісі жоқ шығар деп ойлаймын.
еш уақытта маған дауыс көтеріп, болмаса сенікі анау дұрыс емес, болмаса мынандай деп ешқандай дауыс көтеріп, ешқандай сөйлемеген менен. Тек қана қызындай асырады. Жұмысқа кеткенде менің кірме шейін бәрін жуып қоятын. Есігім еш уақытта құлттап кеткен адам емеспіз біз. Еш уақытта балаларымды тастаймыз да жүріп кете беретінбіз. Бес екенбіз. Бір Бегмұрат деген кісі болды. Сол кісі маған айтатын: Лесбек, айналайын, сенің шешеңе мен бірақ теңе өрем дейтін. Сенің шешең бейбітшіліктің адамы дейтін. Соның бейбітшіліктің адамы дегенге барлығы сияқты дейтін. Сол анам сол бейбітшіліктің адамы күйінде 2006 жылы дүниеден озды, 72 жасында. Бозығым деп, қатемді де көтердің, әй дегенін естіртпедің бөтеннің. Қайран ана, ғазиз жансың мен үшін, парызымды қайтсем қалай өтермін. Жақсы едің, жер бесігі тербетті, кешек ұлың бүгін енді төргөтті, сенің әппақ тілеуіңмен жетіліп, ұлың қызың немерелер ер жетті. Жананам асыланым, қиынға жасымаған, сен барда көк теңізді тасып ағам. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін менің анам аяуланам. Көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын. Ауырма жалынамын, аяуланам. Өмірдің өткелінен сүрінбей өткеніммен, артыңа қарайлайсың алаңдаумен. Ол қызың өскенімен, жан жаққа кеткенімен, жолына сағынумен қарайлайсың. Мейірімін төккен маған, көңілің көктем маған. Мен үшін менің анам аяуланам. Ассалаумағалейкем, балам. Қалың қалай? Өзіңіз? Аха, жақсы. Сабағың бәрі жақсы ма, балам? Бұрышта ілулі тұрған нәрсені көріп тұрсың ба? Ол не ол? Ата, ол сіздің ескі костюміңіз емес пе? Дұрыс шырағым, ол менің ескі костюмім. Адам баршылықта да, тоқшылықта да өткенін ұмытуға тиіс шырағым. Жиренше бабамыз осы сөзді ұлағат қылып қалдырған ұрпақтарына. Балам, осы сөзді ұстаным етсеңдер, ешқашан ұтылмайсыңдар, айналайын. Мәне, лекеңнің тәрбиесі солай. Ол өзінің балаларына да өнеге, жалпы әкенің өмірі өнеге. Ұл болсын, ұлы анасына айналды, ал Лесбек сол бір әулеттің отағасы. Отағасы деген ұғымның мәні, мәртебесі аса биік. Ол бір отбасының ғана емес, бүкіл бір әулеттің тірегі. Мен әкем ауылдың сыйлы азаматтарының бірі ретінде айтсам да болады. Өйткені қазір ауылдағы үлкен кісілер барлығы келіп ақыл сұрайды. Ауыл ақсақал десем де болады, былай айтсам. Біреуге ақыл айтқаннан гөрі тыңдаған дұрыс деп
үнемі ақылын беріп отырады. Қай жерде болмасын салмақты, сабырлы, қандай іс, қандай не басыңа түспесін, салмақты көтеріп бәрін жеңе білу керек деп. Отбасыға келін болып түскелі міне 19 жылдың жүзі болыпты. Мен бұл отбасына келін болғалы, папа мені келінім деп санаған емес. Мен әрқашан қамқорлықтарын алып жүрді. Қазақылық өзі мал шаруашылығы болғаннан кейін, осы ауылды жерде тұрғаннан кейін, өз осы өте жылқыны жақсы көреді. Сол жұмыстан келгеннен кейін, жексенбі күндері әрдайым осы жылқының қасында болады. Жылқыға мініп ары бері серуендейді. Сол енді әкеміз осы бұрынғы заманнан келе жатқан осы қазақылық, жаңағы мал шаруашылығын, қазақылық дәстүрді ешқашан ұмытпаған. Бәріміз осы бір отбасындай болып, осы үйге тездеп сіңіп кеттік. Сол осы атамның жаңағы бізге беріп отқан үлгі өнегесі деп білем. Аллаға шүкір, мен осындай отбасыға келін болып түскеніме мыңда бір шүкірлік етем. Мамаға да рахмет айтам. Өзім анамдай көрем. Бізде ешқашан бөліп жармайды. Ешқашан 4 келінді бірдей көріп, әрқайсымыз ақылын айтып отырып, папа да сөйтеді, ақылын айтып отырып, өзім де әкем мен анам мысалы мақтап отырады. Өте жақсы кісілер, алтындай кісілер деп осындай жерге келгеніме қуанады. Маған мысалы қатардан қалдырмай оқытты, мысалы бүкіл жақсылығын көрдім деп айта алсам болады. Өзімнің әкемнен де артық көрем деп айта аламын. Өйткені ол кісілер қатты жақсы көрді. Өзім папам кішкентай кезінде қайтыс болып кеткенде, осы үйге келін болып түскен кезде папам маған бар мейірім, шапағатын пападан көрмеген нәрсені өзім атамнан көрдім да. Мысалы тәрбиеледі, ағарке бұлай істеуге болмайды, бұлай істеу керек, көпшіл бол, ынтымақты бол, сенікі менікі болмасын үйде, бәріміз ортақпыз, біз деп сөйле, тату болыңдар деп сөйтіп тәрбиеледі. Құдайға шүкір, сол тәрбиенің арқасында шығар осы күнге дейін жақсы жетістікке жеттім деп ойлаймын. Тіпті даже командировкаға барады ғой папа. Сол кезде ешқайсымызды қалдырмай, бірдей көріп, бәрімізге бірдей подарка әкеп беретін. Әлі күнге дейін сөйтеді. Тіпті немерелеріне дейін, кішкентай балаға дейін нелердің подаркасын әкеп, сөйтіп бізді бір естелік қып, қуантып жүреді. Қонақты жақсы көреді, үйге қонақ келген. Қонақ өзімен ырыс әкеледі, құт береке әкеледі. Әрқашан үйінде қонақ үзілмесін, дастархандарына дәм үзілмесін. Әрқашан күліп қарсы алыңдар. Бір адам болса да, 10 адам болса да, әрқашан күліп, жүздерің жарқын болып шай беріңдер деп сөйтіп айтып отырады. Мама екеуі бірдей. Жолдасым айтып отырам, кейін біз де сөйтейік балаларымызға. Өйстейік, папа мама сияқты болайық. Өйткені папаның жақсы қасиеттері бойынан көп қой. Соны айтып отырам да жолдасыма. Сен папа сияқты бүйтпейсің ба, папа сияқты өйстіп істемейсің ба деп сөйтіп айтып отырам күйеуіме. Папаның әр айтқан сөзі өйді заң. Дидардың кейбір қасиеттері келеді папаға. Папа бір айтады, сол орын алады. Дидар да сонда. Екінші рет ол қайтып ол сөзді қайталамайды. Сол сөзді мен де қайталап отырсам, нағыз ер адамға тән қасиет қой ол. Ешкім ештеңе уайымдамайды, ойламайды. Бәрін папа біз үшін шешіп қойған. Бір қиыншылық болып қалса, ол білеміз уже папа ол мәселені бізге шешіп береді. Бәріміз сеніп алғанбыз папаға, шындап келген кезде. Сондай папамыздың барына Құдайға шүкір. Осы жасқа дейін істеген жақсылықтарын, еңбектерін елеп, жаңағы Дубайға, болмаса курортқа жібергіміз келеді. Барып қыдырып келіп жатыр. Болашақта Дубайға жібереміз деп ойлаймын. Ешқашан бетімнен қаққан емес. Не айтсам соның бәрін орындауға тырысады. Әлі күнге дейін еркелеймін. Кішкентай немерелерім бәрінен әлі қызғанам, өзім еркелеп жатса, өзім барып отырып аламын қастарына. Тез сағынып кетем, Алматыда жүргеннен тез келуге тырысамын, ай сайын келіп тұрамын. Мақтанамын осындай әкем барына. Мен кішкентай кезімнен бастап папамның қолында өстім, яғни атамның қолында өстім. Мен папам лидер, мен папамды өзін пример етіп аламын. Әр қандай іс істесе де бәрін аяқтап істейді. Мен де сол сияқты болғым келеді. Біз әр демалыс сайын осы ауылға келіп тұрамыз. Өйткені ауылда бүкіл отбасымызбен жиналамыз. Себебі біз атамыздың өсиет әңгімелерін,
ақылын, домбырамен ән айтқандарын тыңдап өстік. Әлі де тыңдаймыз. Енем айтатын, жеңесің, жеңесің, ешқандай ренжіме, сен жеңесің деп, Құдайға шүкір. Қазір айтқан болып отыр. Жеңдім десем де болады. Меніке деген сөзді айтпас екен де менің арманым қазір. Күніге құлағына құйып отырамын. Соны жұма күннен бастап осы үйде немерелерім бәрі, ондағы мақсатым бірін бірі көріп өссін, бірін бірімен ойнап. Қазір бір апта кемеге алса, қарасаң қызығасың. Бірін бірі құшақтап, бетінен сүйіп, бірін бірін мойнына еркелеп, сағынады бір-бірін. Бір күн кемеге алса, ол енді мен іздей бастаймын. Міне бүгін Лекең Асқаралы Алпыстың асуына ат чаптырды. Бұл күнге олар таза пейілдерімен, адал еңбектерімен жетті. Бар деп таспады, жоқ деп саспады. Олы Абай сөзімен айтсақ, ақырын жүріп анық басты. Қанағатпен ғұмыр кешті. Алпыста бір бедерлі белес. Лекең сол бір белеске шығып тұрып, қашанға мәмлелі қалпымен шүкір, шүкір, тәубә дейді бүгінде.